Сахиев айдағы жасырынбақ әңгімесі. Жаңа оқу жылының алғашқы қоңырауы, айнадай таза, кең де жарық класс бөлмесі көңілімізді сергітіп жіберді. Жазғы ұзақ каникулдан кейін бір-бірімізді кәдімгідей-ақ сағынып қалыппыз. Бір кезде есік ашылып, Гүлайым апай кіріп келді. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сәлеметсіз бе, Гүлайым апай? Гүлайым апай орындығына жайғасып, алабұртқан жүзімізге бір көз тастап қойды. Ал жағдайларың қалай? Жазғы демалысты қалай өткіздіңдер? Жақсы, дедік біз көңілді үнмен. Ендеше алғашқы сабағымызды соған арнаймыз. Кім қайда болды? Не көрді? Не түйді? Біз бір-бірімізге қарап жымиысып қоямыз. Сол кезде Жантемірдің: апай, жазғы каникулда мерген планетолог әкесі ертілеспен бірге айда болып қайтыпты. Олармен бірге Сартайда болыпты. Солар айтып берсін, не көргендерін, деген даусы саңқ ете қалды. Бұл жақсы жаңалық екен, дейді апай елең етіп. Қане мерген, Сартай, айда не қызық көріп қайттыңдар? Ондай бәлендей ештеңе көрген жоқпыз, дейді Сартай жақтырмағандай Жантемірге бір қарап қойып. Айда біз жасырынбақ ойнадық. Бәрі ду күлді. Гүлайым апай да сәл шымиып алды. Класс іші тынышталған кезде мен апайға: жасырынбақ ойнағанымыз рас, бірақ ол жердегі жасырынбақ емес. Мен бәрін айтып берейінші, дедім. Біз айға ғалымдардың арнайы кемесімен бардық, деп бастадым мен әңгімемді. Жермен екі арадағы геосинхронды, геостационарлы деп аталатын айналым жолдарды артқа тастаған соң қонуға дайындалдық. Отырған орындарымызды тікейтіп, белдігімізді байладық. Соны күткендей ғарыш кемесінің дүрілі күшейіп, бейтаныс ғаламшар табиғатына қарай құлдилай берді. Ай бетіне табан тіреуге жақын қалғанымызда қараңғы дүниеден денеміз түршікті. Өзіміз тани білетін дауыл мұхиты, жаңбырлар теңізі, дағдарыс теңізі делінетін сусыз ойпаттар мен аттары есімізде жоқ, жыпырлаған қазаншұңқырлар қарайып көзге шалынды. Қала шамдары жымыңдады. Қол шам тәрізденіп, көз қарықтырады да тұрады. Көп кешікпей кемеміз ай бетімен жанасты. Біраз жылжып барып, ғарыш айлағының алдына тоқтады. Сыртта бізді арнайы көлік күтіп тұр екен. Соған мініп, ғалымдар үйіне жеттік. Көкем, Сартай және мен үшеуміз бір пәтерге орналастық. Сол бір сәт Сартай екеуміз үшін әлі қорқынышты. Өзіміз жатқан бөлменің үлкен терезесі сыртындағы ай термометрі 200 градус суықтықты көрсетіп тұр. Сартай екеуміз көпке дейін көзіле алмадық. Жердегі қараңғылық жай екен. Ай аспандағы жұлдыздар да жымыңдамайды. Айналаның бәрі бейне бір күл шаңның астында қалғандай көңіл құластады. Тіршіліксіздіктің нағыз көрмесі де сонда екен. Пәтердегі жылу жүйесі сөнсе, әп-сәтте мұз болып қатып қаламыз-ау деп те қорықтық. Айдағы таңның атуы, күннің көтерілуі ұзаққа созылды. Күн өзіміздің жерде жүріп қарағанда, батыс жағы дейтін оң жақ шетінен дағдарыс теңізі жақтан шығады екен. Айда ол шығыс. Ондағы жарты күн жердегі 2 аптаға тең. Оны бәріміз де білеміз. Біз жерден өлара қарсаңда аттанғанбыз. Сөйтіп ол күнмен қабат шығып бірге батады. Ал бірер күннен соң ай күннің сол жағына өтіп, жердің батыс жағынан қияқтанып көрінеді. Біз оны жаңа айтуды дейміз. Ал сол кезде айда шын мәнінде таң атып күн шығады екен. Сартай екеуміз қазақ халқының оны ежелден ақ дәл білгеніне қайран қалдық. Жер есебімен 2 тәулік өткенде қалашық орналасқан аймақ жарықтанды. Бірақ жердегідей емес. Тас қараңғы ғарыштағы күнге шағылысқан бір домалақ дененің бетіне сәуле түскендей ғана көрініс. Не көгілдір көкжиек жоқ, не аспанды шарпыған әсем бұлт жоқ. Күннің сәулесі де шашырамай
бажырая қалған, көз қарықтырады. Күн сәулесі дағдарыс теңізін жартылай жарықтандырған кезде Сартай екеуміз сыртқа шығуға рұқсат берілді. Ал көкем бастаған ғалымдар зерттеу жұмысына әлдеқашан кірісіп кеткен. Назарымызда ай бетін дірілдете баяу жылжытып бара жатқан зауыт бөлді. Көкемнің түсіндіруінше, олар ай топырағынан оттегі және тағы да басқа ай базасына қажетті технологиялық заттарды өндіруге арналған. Жер бізге қараспанға іліп қойған шыны шар тәрізденіп көрініп тұрды. Оның бірінші ширегі толуы, соңғы ширегі әрбір 24 сағат сайын айналып келіп жатты. Алғашқы кезде оған қарай беретінбіз, бірақ кейіннен көзіміз үйреніп кетті. Сөйтіп арнайы жеңіл комбинезон, аяғымызға салмақ ауырлатқыш бәтеңке киген біз серуенге шықтық. Айдың ылғалданған құм сияқты топырағына ізіміз бадырайып түсіп жатты. Кейде балалығымыз ұстап, әрі-бері жүріп ізімізбен сурет саламыз, атымызды жазамыз. Әйтеуір бір ескерткіш жазып қалдыруға тырысамыз. Күн мейлінше баяу көтерілген сайын қазаншұңқырлардағы көлеңкелер қысқарғандай болады. Бірақ онда көлеңке мен күн сәулесі біреу ақ қара бояумен бояп бөліп тастағанда екі бөлектеніп тұрады. Ай беті баяу болса да қара бояудан жуылғандай елеусіз өзгереді. Әлгі жылжымалы зауыт автоматтар алдымызда ап-анық көрінеді. Аяқ астымыз қуыс шардың үстінде тұрғандай қатты діріл қағады. Талай-талай шаршы метр алаңдарды алып жатқан жалпақ күн батареяларының панельдері күн сәулесіне шағылысып, жарық қоса түскендей болады. Ай бетінде қазаншұңқырлардың көп екені бәрімізге белгілі. Біз қалашық орналасқан дағдарыс теңізінің тегістеген жерлерімен жүрдік. Сөйтіп шағын бір шұңқырға тап болдық. Ол оншалықты терең емес екен. Қарайған көлеңкесі әлі де болса бір жағына жантайып, қара тушы төгілген сауыттай болып жатыр. Сол кезде мені шұңқырға түсіп бір байқасам қайтеді деген әуестік биледі. Сонда абайлап шұңқыр ернеуіндегі тастарға аяғымды тіреп, қолмен де ұстап жаймен ішіне түстім. Сартай сыртта, маған бір жағдай болғанда қол ұшын беруге әзір. Шұңқырдың іші әжептәуір үлкен, кең әрі тегіс еді. Мен көлеңкеге ендім. Сол-ақ екен, комбинезонның сол жеңіндегі термометрдің түтікшесіндегі қызыл түсті сынап төмен қарай жылжи жөнелді. Денемді суық алғандай күй кешіп, сәл кібіртіктеп қалдым. Бірақ қайта шығуға намыстандым. Сөйтіп қап-қараңғы дүниеге тап болдым. Айдың күн сәулесі түсіп тұрған жағы өзінше бір бөлек дүние сияқты. Төбемде әлгінде ғана көмескі көрінген жұлдыздар шапырлайды. Мерген, ей мерген! деген хабар жетті. Шыны дулыға ішіндегі дыбыс қабылдағыштан. Мен жалт бұрылып жоғары қарадым. Ойыма Сартай бірдемеге ұшырады ма деген күдік келген еді. Қарасам, ол көз алдын оң алақанымен қалқалап әлдекімді іздеп тұр. Мені көрмейтін тәрізді. Не болды саған, Сартай? Кімді іздеп тұрсың? Әлде көзіңе ұшатын беймәлім бірдеңе елестеді ме? Жоқ, деді Сартай іліп алғандай. Көзіме ештеңе де елестеген жоқ. Мен сені таппай тұрмын. Таппағаның қалай? Мен ешқайда кеткен жоқпын. Көлеңкеге енген бойда зым-зия болдың, деді ол толқып. Ал сен менің көз алдымдасың. Көлеңкеден шықшы, деді енді Сартай дегбірсізденіп. Қазір жарайды. Мен көлеңкеден шықтым. Сартай мені жоғалтып тапқандай қатты қуанды. Шұңқыр ернеуіне шыға бергенімде қолымнан тартып алып, құшақтай алып. Реңінің бозарғанында шыны дулығаның ішінен ап-анық көрініп тұрды. Енді сен түсік көрші, дедім мен. Онда да жердегі сияқты жасырынбақ ойнасақ қайтеді, деді Сартай. Қалайша? Не қалайшасы бар? Сен іздеуші, мен жасырынушы болам. Көзіңді жұмып, 50-ге дейін санайсың, содан соң іздей бер. Жарайды, ойнасақ ойнайық, дедім мен. Санап болған соң көзімді ашып іздей бастадым. Жым-жырт.
Мана жүрген жылжымалы зауыт, автоматты жүйелер де алыстап кеткен шұңқыр үшін әрі-бері қарап Сартайды көре алмадым. Сартай, Сартай, қайдасың? Көріп тұрған жоқпын дедім, енді өзім де үрейленіп. Мұнда тұрмын ғой, деді ол мәз болып. Артынша кеңк-кеңк күлген де микрофонды қырылдатып жіберді. Мен де күлдім. Бірақ сонда да сыры беймәлім табиғатқа сенбей жүрексінемін. Айда серуендейміз деп жүріп бір-бірімізді жоғалтып алсақ деген үрейлі ой билей бастады. Әрі-бері қарап, ойым бітті Сартай, мен жеңілдім, шыға бер дедім. Қазір, деді ол. Бір мезетте Сартай көлеңкенің шетіне шыға келді. Ол шұңқырдың ернеуіне жеткенде қайта жоғалтып алардай қолынан шап беріп ұстай алдым. Өзіме қарай тарттым. Сөйтіп ешқашан ойымызға келмеген жасырынбақ ойын ойнадық. Кешікпей ай табиғатын зерттеу жұмысын аяқтап көкем келді. Тамақтанып болғаннан кейін пәтерде отырып екеуміз жаңағы көрген қызықтарымызды айтып күлдік. Бұл күлкілі емес, деді әкем терезеден тіршіліксіз ай табиғатына қарап отырып. Көлеңкенің қоюлығы айдағы атмосфераның жоқтығынан. Күн жүйесі алғаш ғарыш шаң тозаңынан пайда болғаннан кейін ғаламшарлардың тіршілікті жағдайға көшу кезеңдері бірдей өткен. Айдың да атмосферасы мен гидросферасы болған. Мұнда да бір заманда тіршілік қайнап жатқан. Мәдени дамуы жоғары шегіне жеткен айдың саналы тіршілік иелері атмосфераны ластаған, оның ыдырауына келіп соқтырған. Озондық ойықтардың ұлғаю нәтижесінде күн радиациясының электромагниттік ағымы, оған қоса қысқа толқынды диапазондағы рентгендік және ультракүлгін сәулелер ғаламшар бетіндегі тіршілікті жойып жіберген. Ай беті жалаңаштанып, шектен тыс қызып, жасыл желек біткен қурап, бұлақ, көл, теңіз бен мұхит буланып ғарышқа ұшып кеткен. Қиыр ғарыштан қаңғып келген аспан тастары ғаламшардың бетін әжімге толтыра берген. Ай беті жапырлаған қазаншұңқырларға толды. Ғаламшардың күнге жағы құрғап, түнгі жағындағы ішкі суы мәңгілік мұз болып қатып қалды. Ай өз үстінен айналуын мейлінше баяулатты. Біздің ғылыми зерттеуіміз осыны дәлелдеді. Әкем мән-жайды Сартай екеумізге түсіндіріп болған соң, өзінше ойға батып үнсіз қалды. Біз үлкен терезеден сыртқа көз тастадық. Жиегі қара пердемен тұтылғандай қап-қараңғы ай аспанында мен-мұндалап әсем жеріміз көрініп тұрды. Бір кезде Сартай, енді мұнда жасырынбақ ойнамайықшы деді. Жарайды, енді ойнамаймыз деді мен іле қостап. Онан да ана көрініп тұрған жеріміздегі атмосферамыздың, гидросфера мен биосферамыздың тазалығын ойлайықшы. Табиғаттың болашақ тазалығы сендердің қолдарыңда деді. Сол кезде көкем Сартай екеуміздің сөзімізді тыңдап болып, достарыңа да түсіндіріңдер мұны.